Саламатсыздар ма оқушылар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Қазақ туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Туған жерге туыңды тік деп бекер айтпаса керекті. Туған жерді сүю, қадірлеу, кіндік қаның тамған жеріне, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріне деген сүйіспеншілік басталады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған жерге туың тік деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әр түрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар, өлең, хат, әңгіме, шығарма ұсына білу. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың негізгі қайнар көзі хат жанры болғандықтан, хат сөзіне байланысты ұғымдарды жинақтап көрейік. Хат. Аман саулық сұрау. Есендесу. Сыр. Оқшау сөздердің орынды қолданылуы. Хабарласу. Стиль. Конверт. Оқушылар, хат жанры туралы ақпаратқа назар аударамыз. Хат мәтіні мәдени және тарихи мәні зор жанр түрі. Жазба тілдің ежелгі формаларының бірі. Хат деп белгілі бір субъектінің екінші біреуге, бірлестікке, қоғамға, мекемеге арнап жазған жеке туындысын айтамыз. Хат жазу барысында нақты бір тұрақталған үлгісі болмаса да жазу мәнері бар. Хат бірінші жақта баяндалады. Нақтылы бір адресант, хатты жазушы мен адресанттың, яғни хатты жолдаушысы болуы керек. Оқушылар, хат жазу үлгісіне назар аударамыз. Хат жазу үлгісі. Адресант сәлемдесу түрін анықтауы тиіс. Хат жолдаушының жасы, әлеуметтік жағдайы мен қарым-қатынасын есепке алу керек. Хат жазу барысында хат жолдаушының өзіне, қызметіне, қызығушылық тудыратын тәсілді таңдау. Мазмұнды баяндау тәсілін анықтау маңызды. Қорытынды жасау, тілек білдіру, хаттың рәсімделу мәдениетіне назар аудару. Күні, қолы, сауаттылығы, тазалығы, қағаздың сапасы. Бұл деңгей хат авторын, оның адресантқа деген көзқарасын анықтайды. Оқушылар, мәтінді мұқият менімен бірге ілесе оқимыз. Туған жердің қадірін туғалы түзге шықпаған елдегі адам қайдан білсін? Туған жердің қадірін алыс жерге ұзатылған аталай жыл өткен қыз білмесе кім білсін? Туған жердің қымбатын ғылым іздеп, шет жайлап, кітап қарап, сарылып, көзінің майын тауысқан, көшенің шаңын көп жұтқан шәкірт білмесе кім білсін? Туған жердің артығын жазатайым істетіп, күштілерге күш етіп, еріксіз елден айырылған, шеттен дәмі бұйырмаған, жаттан сыйлау көрмеген ер білмесе кім білсін? Туған жердің асылын қараңғы үйге қамалып, қара нан мен қара шай жүрегін кезіп жатқанда, қазы қарта, сары қымыз бір-бір ұшып көзінен, есіл елін сағынған, бір көруге зар болған, тұтқын білмесе кім білсін? Туған жердің қадірін әлеуметтік ісіне басын байлап жегілген, қағаз кемірген, күйіп пісіп көбелек боп, еңбегінің жемісін көрсем-ау деп телмірген тар көшемен, тар үйде бойы бір сергіп көрмеген азамат білмей кім білсін? Ыстық қой шіркін туған жер, туған жерге жеткенше қайтып тәтің шыдайды. Кім сағынбас өз қағын, кім сүймеген өз жерін, сүймесе сүймес зердесіз, шерсіз жүрек, тілеуі бөлек жетесіз. Туғалы ұзап шықпаған, бауырмал әжесінің бауырында еркелеп өскен, үлбіреген балапан жүректі қарт қожа қайтып сүймесін. Қарт қожа туған жерін жанындай сүйеді. Туған жер еске түскенде іші бауыры елжіреп, өртенгендей күйеді. Еліне кетуге ұшарға қанаты болмайды. Оқушылар,
өзің қатарлы жастардың туған жерге деген сүйіспеншілігі туралы баяндап хат жаз. Адресантты досыңа, анаңа, мұғаліміңе, бауырыңа қалауың бойынша таңда. Хат ерекшелігі мен тіл көркемдігін сақта. Хат жазуда жоғарыда берілген ақпаратты негізге алып пайдалан. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.